Так, менің артымнан қайталаш. Мына ручканың түсі ақ. Мына ручканың түсі оранжевый. Мына қағаздың пішіні 3 бұрыш. Мына қағаздың пішіні 4 бұрыш. Көрдің ба, братан? Бұлай тексерейікші. Қазақстанда мұғалімдердің жұмысы ең жеңіл, ең кайф деші. Қазақстанда мұғалімдердің жұмысы ең ауыр, айта алмайым. Алматыда үй арзан. Алматыда үй қымбат. Шын ғой енді? Қазақстанда коррупция жоқ. Қазақстанда коррупция. Ең болмаса, мынаны айтшы. Альфард айдайтындар ең аккуратный. Қайда аккуратный, альфард айдайтындар. Онша емес айдайды, білесің ғой. Так, мына сұраққа жауап бер сонда. Мен алдаған кезің болды ма? Конечно, бұл талай рет алдадым. Кіре беріңіз. Есім Ерсұлтан, сендерді қарап тұрам. Соны біздің видеоларды монтаждап салып отыратын мен ғой? Иә. Мен дәйім деген қосымшаның авторымын. Бұл қосымша садақа беруші мен қорлар арасын байланыстырады. Яғни бұл жерде кім қандай садақа берді, кім қандай садақа алды деген сияқты нәрсенің барлығы көрініп тұрады. Және бұл қосымша сол қызметі үшін ақы да алмайды. Бізге қызық емес. Неге? Өйткені біз ақшаны өзіміз алғымыз келеді. Қалай? Садақаның ақшасы ма? Иә. Түсіндім. Сіздер айлық ретінде алғыларыңыз келеді ғой. Жоқ, біз деген Жақсы, онда біз сізге өзіміз хабарласайық, қызық болса. Жақсы. Жарайды, түсіндім. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Ассалаумағалейкум, Өсер, қалайсың? Мал жан аман ба? Үй іші сырты не істеп жатсың? Қарызы керек па? Иә. Қарызға беретін ақша жоқ менде. Ертең берем, жолда қалдым, көлік жөндету керек. Жоқ деймін шынымен. Қойшы, өтірік айтпай. Апта сайын шетелге баратын адамда явно бар ғой. Ақшамның барлығын әжеге және мешіттің құрылысына бердім. Мешіт деп өтірік айтпай қойшы. Ақшаң бар, просто бергің келмейді дей салмадың ба? Давай. Қызық. Шындығымды айтсам сенбейді. Өсер. Налоговый келіп тұр. Налоговый?